Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда дәмді етті бәліш дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майды ұнға салып араластырып аламыз. Айранға тұз, соданы салып араластырып, ұнның үстіне құйып, қайтадан араластырасыздар да, ұн салып, жұмсақ етіп қамыр иілеп аламыз. Салмасына картоп, пияз және тунец балығын саламыз. Немесе қалауыңыз бойынша фарш, ет салсаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды екіге бөліп, дөңгелек етіп жайып аламыз. Бәлішті пісіретін табақты майлап аламыз, одан кейін барып қамырымызды саламыз. Керек емес артық қамырын пышақпен кесіп аламыз. Қамыры көтеріліп кетпеу үшін шаншқымен тесіп шығамыз. Келесі кезекте начинкамызды саламыз. Қамырдың екіншісінде жайып бетіне қоямыз, ал артылып қалған қамырды өріп алып шетіне қойсаңыздар, етті бәліштеріңіз өте әдемі болып шығады. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз, шаншқымен тесіп аламыз. Күнжіт сеуіп 180 градуста пісіріп аламыз. Дәмді етті бәліш дайын болды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған супер келін Диана. Видео ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліп қойыңыздар.